bir үлкен шараның басына келіп отырмыз. Биылғы жыл еліміз үшін өте ерекше жыл. Еліміздің тәуелсіздік алғанына 30 жыл толып отыр. Осы ата-бабамыз аңсаған тәуелсіздікке 30 жыл бұрын қол жеткізгенбіз. Осы білім ордасынан түлеп ұшып жатыр. Бұл азаматтардың барлығы осы тәуелсіздігіміздің тұғырын биік етуге, егеменді елімізді алға жетелейтін ұрпақ болады деп сенеміз. Сондай ұрпақ тәрбиеленіп жатыр деп сенеміз. Мектебімізде үлкен игілік іс-шара, тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған іс-шара өтіп жатыр. Осыған құрметіне мектебімізде тәуелсіздік аллеясы ашылды. Осыған бастамашы болған қонақтарға, мектептің түлектеріне алғысымыз шексіз. Тұғыры биік тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсағанда бүгінгі таңда мектеп ауласынан осындай бір игі іс-шара пайда болған екен. Әрине осы ауылдың аптал азаматтарының қол ұшын созуының нәтижесінде абаттандырылған аллея ашылып отыр. Бұл деген сөз осы тәуелсіздіктің 30 жылындағы жеткен бір жетістігіміз, белесіміз деп білеміз. Себебі бұл білім ордасы қасиетті киелі мекен болып табылады. Әркез елбасымыз да президентіміз де осы мағыналы ұғымнан ауытқыған емес, біз болашаққа сенеміз деп. Болашаққа саналы тәрбие мен сапалы білім беретін мектеп орны. Сондықтан да мектептің көркеюі, көркемделуі ол кез келген мектеп оқушысына ерекше әсер сыйлайтыны белгілі. Сапалы білім мен саналы тәрбие алатын болашақ ұрпақтың қасиетті мекеніне айналса деп санаймын. Ал енді мына тәуелсіздік, тұғыры биік тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай еліміздің амандығы мен жұртымыздың тыныштығы болып, тұғыры биік тәуелсіздігіміз мәңгі болғай деп тілеу тілегім келіп отыр.